Оқушылар, жаңа ғана біз оң қолдың қойылымын өткен болатынбыз. Енді біз сол қолдың қойылымын өтеміз. Басында айтқан болатынмын, домбыраның басы иықтың деңгейінде болуы тиіс. Сол қолымыздың иығы бос күйде тұру керек. Қазір біз домбыраның екінші пернесіне сұқ саусағымызбен басуымыз қажет. Перненің шет жағынан басамыз, яғни ортасынан емес, не бас жағынан емес, шет жағынан, астыңғы шет жағынан. Шынтағымыз міне осылай қойылу керек. Яғни бір сызықпен қойған күйде бос тұру керек. Яғни шынтағымызды былай көтермейміз, жай ғана осылай бос тұру керек. Қалған саусақтарымыз бірінен соң бірі осылай жиналып тұру тиіс. Енді қазір сіздерге оқушылар жаттығу. Бірінші саусағымызбен біз екінші пернені басып тұрған болсақ, бас бармағымыз екінші перненің, яғни шет жағында орналасып тұр. Жаттығу былай. Бірінен соң бірін саусақтарымызды басып үйренеміз. Яғни екінші пернеге бірінші саусақ, келесі пернеге екінші саусағымызды басамыз. Мына сол қолымыздың алақаны былай жаттауға тиіс. Тек осылай арасында осындай қуыс болу қажет. Келесі саусағымыз үшінші саусақ, төртінші саусақ. 3, 2, 1. Саусағымыздың мына жұмсақ жермен басамыз. Тырнаққа дейінгі жұмсақ жермен басамыз. Осы жаттығуды қайта-қайта үйде қайталап көріңіздер. Бірінші саусақ, екінші саусақ, үшінші саусақ. Салмақпен қаттырақ басқаныңыз дұрыс болады. Төртінші саусақ, үшінші саусақ, 2, 1. Енді осы жаттығуды оң қолымызбен бірге қағып ойнап көрейік. Яғни төмен бірінші саусақ болатын болса, жоғары қағыс екінші саусақ, төмен қағыс үшінші саусақ, жоғары қағыс төртінші саусақ. Дәл солай кейін қарай. Төртінші саусақ төмен, 3 жоғары, 2 төмен, 1 жоғары. Қазір ойнап көреміз. Яғни дыбыстың тазалығы бұл жерде маңызды рөл атқарады. Сол себептен соған өте мұқият болыңыздар. Оқушылар, қайта айта кетейін, алақандарыңызды былай жабыстырып алмаңыздар. Ол арасы осылай ашық болуы тиіс. Тек саусақтар ғана қозғалады. Келесі сабақта біз домбыраның құлағын келтіруді үйренеміз.